Айша 29-ға келген жесір еді. Күйеуі 2 жыл бұрын көктемде қаза тапқан соң, үйде, төсегіде суық тартып, денесі іштей өртке оранғандай болатын. Түндер ұзақ, түс көргенде де бір ғана нәрсе, еркектің ыстық демі, қатты қолы, терең үні елестей беретін. Күндіз ауылдың қара жұмысын істеп, мал бағып, көрші көлемге күліп жүретін. Бірақ кеш батты ма, үйге кіргенде есікті іштен іліп алып, шамды өшіріп, төсекке құлайды да, саусақтары өз-өзінен беліне, сандарына түседі. Іші күйіп, буын-буыны балқып, аузына ой, жаным деген сөздер өздігінен шығады. Бірақ бәрі бекер, суық төсек, жалғыздықтың дәмі аш еді. Бір күні көрші ауылдан келген Қайрат деген жігіт мал сатып алуға түсті. Қырықтығы қалың, иығы кең, даусы қоңыр, көзі оттай жанып тұратын еркек. Айша оны бірінші көргеннен ақшы удай ашып, тізесі дірілдеп кетті. Кешке қарай Қайрат малды байлап шай ішуге кірді. Айша шай құйып тұрып, әдейі белін бүгіп, мойнын ашып, көкірегін сәл алға шығарып қойды. Қайраттың көзі сол жерге түсіп, тамағы күреніп қойды. Қарындас, жалғыз өзіңіз жүрсіз бе? Деді ол даусын қоюлатып. Айша күлімсіреп көзін төмен салды да. Жалғыздықтан шаршадым, деді сыбырлап. Сөйтіп тұрғанда шамды өшіп қалды. Үй іші қараңғылыққа батты. Тек сырттағы айдың күміс нұры терезеден сүзіліп тұр. Қайрат орнынан тұрып, Айшаның белінен құшақтай алды. Айша екі қолын мойнына асылып, ерінен ұзақ сүйді. Қайрат оның көйлегін сырғытып, екі тауларын аузына апарғанда, Айша иә деп сыбырлап, рахаттан бас айналды. Айша 2 жыл бойы сағынып, аңсап жүрген дәнің бәрі осы сәтте төгілді. Іші лаулап, денесі тершіп, тағы деп сыбырлады. Қайрат та есінен танып барын салды. Екеуі бір-біріне сіңіп, бірге шырқау биікке шықты да, бірге құлады. Таң атқанша Айша Қайраттың кеудесіне басын қойып көз ілмеді. Саусақтармен бетін сипап жатып. Енді қайтесің? Деді. Қайрат күліп. Енді сенің еркегің болам деді. Содан бері Айшаның үйі суымайтын болды. Түнде есік іштен ілінеді, әйелдің іші толық, жүрегі тыныш. Ал ауылдың артындағы қараңғыда екі көлеңке бірге жүріп, бірге күлкі шашады. Жесірліктің азабы кетті, орнына еркектің иісі, құшағы, құмарлығы келді. Келесі түнде Айша үйді ерте жинап, шамды әдейі жартылай ғана жақты. Қайрат кешке қарай келіп, есікті өзі ашып кірді де, сыртынан іліп қойды. Сөзсіз бірден құшақтасты. Айша оның мойнынан иіскеді. Тер, темекі, жылқының иісі аралас, нағыз еркек иісі. Сол иістің өзі-ақ оның ішін қайта лаулатты. Айша тізесін бүгіп, оның қолын өзіне қарай басты. Тезірек 2 күн сағындым ғой деп сыбырлады. Қайрат күліп белбеуін шешіп жатып. Мен де сағындым. Бүгін бәрі баяғыдан да ыстық болады деді. Ол Айшаны жатқызбай, тура кіре берістегі үлкен сандықтың үстіне отырғызды. Айша 2 аяғын оның беліне орап алды да, өзін-өзіне тартты. 2 жыл бойы жиналған құмарлықтың босап жатқан еді. Төсектің ағашы сықыр-сықыр етеді. Айшаның даусы шығып кетпеуі үшін жастықты тістеп жатты. Біраздан кейін Айша оның кеудесіне басын қойып, саусағымен жүрегін сызып жатып. Ертең ауылдың қатындар біліп қояма деп қорқамын. Бірақ тоқтата алмаймын деді. Қайрат оның шашынан сипап. Білсе де білсін. Мен сені ешкімге бермеймін. Үйіңе кіріп шығып жүре беремін. Қажет болса некелесеміз. Сен меніксің, түсіндің бе деді. Айша көз жасына булығып, оның ерінен сүйді. Содан кейінгі түндер ұзақ әрі ыстық өтті. Кейде үйде, кейде Қайраттың жылқы қорасының шөбінде, кейде жаздың түнде өзен жағасындағы талдың астында. Айша бұрын соңды білмеген ләззатты татып, денесі де, жүрегі де гүлдеді. Ауылдың кейбір қатындар сыбырласып, жесірдің беті қызарып, жүзі жадырап кетіпті деп қояды. Бірақ ешкім ештеңе дәлелдей алмады. Өйткені Айша мен Қайрат түнде ғана кездесетін, күндіз бір-біріне қарап та қоймайтын. Бір күні Айша жүкті болып қалды. Іші білінбей тұрғанда Қайрат оны алып қашып, молдаға некелесті. Ауыл шу етіп, кейбіреуі тас атқысы келді, бірақ Қайраттың туыстары қолдап шықты. Сөйтіп жесір Айша 2 жылдық қара жамылғысын шешіп, ақ көйлек киіп, Қайраттың әйелі болды. Содан бері оның үйі түнде де, күндіз де ыстық.
Төсегі толы, құшағы толы, іші балаға толы. Жесірліктің ашы дәмін ұмытып, әйелдік бақытын қайта тапты. Ал ауылдың артындағы талдың астында екі жас көлеңке емес, екі жас жұбай қол ұстасып жүретін болды. Құрметті оқырмандар, әңгіме ұнаса лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер.